2014 жылдың 8 наурызы. Куала-Лумпур халықаралық әуежайынан Malaysian Airlines компаниясының Boeing 777 ұшағы Пекинге ұшуға дайындалып жатыр. Рейс MH370 номермен белгіленген. Бортта 239 адам. Ұшақ көкке көтерілді. 38 минуттан кейін ұшақтың командирі Захари Ахмед Шах байланысқа шығып, Good night, Malaysian 370 деп соңғы рет байланысқа шықты. 1 минуттан кейін ұшақ бүкіл радарлардан жоғалып кетті. Арада 11 жылдан аса уақыт өтті. Бірақ дәл сол малайзиялық Boeing әлі күнге шейін табылған жоқ. Қазір 21 ғасыр. Технологияның дамыған заман. Ұшып бара жатқан, жерде тұрған самолетпен связьға шығатын неше түрлі радиолокаторлар мен спутниковый сигналдар бар. Сонда да бұл авиация тарихындағы ең үлкен жұмбақ. Самолет-призрак деп айтуға болады. Малайзиялық үлкен ал Boeing 777 қайда кетті? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Бірден 7 минут өткен кезде самолеттан автоматты сигнал жерге жіберілді. Сағат 01:19 командир соңғы рет байланысқа шықты. Good night, Malaysian 370. 1 минуттан кейін ұшақ барлық гражданский радарлардың көзінен жоғалды. Ол азаматтық радарлардан бөлек әскери радарлар бар. Әскери радарлар сағат 2-ден 22 минут өткен кезде Боингті соңғы рет Үнді мұхитының оңтүстігінде байқайды. Ал енді сұрақ. Ұшақ Пекинге, яғни мүлде басқа направлениеде ұшып бара жатқан. Үнді мұхитының оңтүстігінде не істеп жүр? Ол жаққа қалай келді? Не үшін келді? Арада 6 сағат өтіп, спутник ұшақтан соңғы белгі қабылдайды. Тарихтағы ең үлкен, ең ауқымды, ең қымбат іздеу операциясы басталды. ақш, Малайзия, Қытай, Австралия және басқа да елдер іздеу операциясына атсалысты. Бұл іздеу шараларына $142 миллион жұмсалды. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. 2024 жылы Ocean Infinity компаниясы заманауи технологияларды пайдаланып іздеуді қайта бастады. Олар су асты дрондарын қолдана отырып жаңа аймақтарды зерттеуге кірісті. Әзірше ол операциядан да ешқандай нәтиже жоқ. Сонда бұл Боингті жер жұтып кеткен ба қалай? Қалайша алып Boeing 777 ұшағы жоқ болып кетеді? Бұл авиация тарихында әлі шешілмеген жұмбақ болып тұр. Үнді мұхитында орналасқан Реюнион аралдарында 2015 жылы ұшақтың маңызды бөлшегі табылды. Ол ұшақ қанатының бір бөлігі болатын. Кейінірек 2016 жылы Үнді мұхитының батысында орналасқан Маврики және Сейшел аралдарында басқа да бөлшектер табыла бастады. Жалпы алғанда 27 бөлшек табылды. Бірақ олардың үшеуі ғана ресми түрде MH370 ұшағының бөлшектері ретінде расталды. Бұл Боингтің жоғалуына қатысты ондаған теориялар бар. Ұшқыштың әдейі жасаған әрекеті. Тергеушілер ұшақ командирі Захари Ахмед Шахтың үйінен компьютерлік симулятор тапты. Сол компьютерда дәл MH370-тің бағытына ұқсас маршрут салынған. Бұл жай ғана сәйкестік пе? Бірақ оның отбасы бұл айыптауларға үзілді кесілді қарсы болды. Ол ешқашан мұндай әрекетке бармас еді деп ақтап жатты. Сонымен бұл теория қаншалықты шындыққа жанасады? Мүмкін ұшақта ауа қысымы түсіп, экипаж есінен танып, ұшақ жанармай таусылғанша автопилотпен ұшқан шығар. Действительно, осындай оқиға орын алса, экипаж неге дабыл қақпайды? Неге автопилот ұшу бағытын өзгертеді? Кейбір мамандар MH370-дің құпия әскери аймаққа кіріп, оны кездейсоқ атып түсірген болуы мүмкін деп болжайды. Себебі MH370 рейсі жоғалғаннан кейін Украина аспанында дәл осы Malaysia Airlinesқа тиесілі басқа жолаушылар ұшағы атып түсірілген болатын. Кейбіреулер ұшақты ұрлап, оны жасырып қойған деп сенеді. Не үшін? Кімге керек ондай нәрсе? Ал басқа біреулер тіпті оны инопланетяндар ұрлап кеткен деп есептейді. Бірақ 2014 жылы ұшақ жоғалып, оны 10 жылдан бері таба алмай жатқанда адамдар неше түрлі нәрсеге сенуге дайын. Бұл нұсқалардан бөлек екі Иран азаматы Мехди Зейкан мен Саид Желали бар. Бұл екі азамат MH370 рейсіне отыру үшін жалған паспорттарды пайдаланады. Олардың біреуі Мехди Зейкан 19 жаста және Саид Желали 29 жаста.
Ұшақ жоғалып кеткеннен кейін тергеу оларды терроризмге қатысы бар деген күдікпен қарады. Алайда кейінірек олардың терроризммен ешқандай байланысы жоқ екені анықталды. Және олар ұшақтың жоғалуына қатысы жоқ. MH370 рейсі авиация тарихындағы ең үлкен жұмбақ апат болып қала береді. Техникалық мүмкіндіктердің жылдан жылға дамуына қарамастан, бұл ұшақ әлі табылған жоқ. Былайша айтқанда, табылуы екі талай. Бірақ іздеу жұмыстары жалғасуда. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? MH370 рейсінің жоғалуына қай теория жақынырақ? Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді төменде комментарийға жазып кетіңіздер. Одан бөлек каналға подписаться етуді ұмытпаймыз.